Бәріне сәлем, сіздермен Асел. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мына влогта бірнеше күндердің видеолары салынған. Соңына дейін көріп, комментарий жазып, лайк басып кетіңіздер. Мына жерде ұлымды садиктан алып келе жатырмын үйге қарай. Қызым үйде ұйықтап жатыр. Қазір ұлым үйге барғаннан кейін қызымды оятады. Ол қыз ұйқысы қанбаса жылайды. Кейде екеуі ұрысып қалады, татуласады. Солай екеуі тете болып өсіп келе жатыр. Ұлым үйге келгеннен кейін қолын өзі сабындап жуады және киімін өзі ауыстырады. Қане боядыңдар ма? Екеуі мында сабақ оқып отыр. Мынау корей тілінен аударған кітап қазақша, соны екеуі көреді. Бояйтын ішін бояйды. Так, Алиэкспресстен затым кепті тағы да бір, е? Аля. Привет. Привет. Прикольно ма? Да. Сейчас көреміз. Чехол запас берген. Ой, oldu. Артында мындай чехол. Томасқа и артында мындай несі бар. Келесі күні қызым екеуміз почтаға бардық. Маған Алиэкспресстен келген сол чехол. Бағасы 1800 ба, 1200 ба сондай болды. Ұлым садикке кеткен бұл жолы. Мына жерде мынандай гүлдер, бақбақтар көп шығыпты. Қызым өзі гүл иіскегенді қатты жақсы көреді. Мына жерде маған еркелеп жатыр. Аля, не істеп жатсың? Жупа жеп жатсың ба? Садикке қашан барасың? Бізде боран соғып жатыр. Ужас. Тез-тез жүріп үйге келді қызымыз екеуміз. Мына жерде терезеге қарасаңыздар, ағаштар қатты тербеліп жатыр. Үйге келіп, обедтің қамын дайындайын деп шештім. Мына жерде мен салат турап жатырмын. Және де енді күйеуім келгеннен кейін тамақ ішіп аламыз да, одан кейін түскі ұйқыға қызымды ұйықтатамын. Соңғы кезде ауа райы құбылмалы болып жүр. Кішкене жаңбыр жауады, одан кейін жел көтеріп кетеді. Бірақ мына жерде жел соқса қатты соғады екен. Киімдердің бәрі балконнан ұшып, топырақ жиналып қалып жатыр. Және де осы кезде бізде гвардейскийда оқу жаттығу кезеңі болған. Вертолеттер көп ұшты аспанда. Салатқа мен көбінесе зәйтүн майын немесе майонез қосамын. Бірақ ең көп қосылатын ол зәйтүн майы. Майонез зиян болғандықтан аздау қосуға тырысамын. Мінекей мына жерде вертолеттар бірінен кейін бірі ұшып жатыр. Соны мен видеоға түсіріп алған кез. Келесі күн таңғы асқа панкейки. Кашадан балалар шығып кетті. Ұлым садикта жейді, қыз үйде жегендіктен қазір көп каша пісірмеуге тырысып жүрмін. Мына жерде біз таңғы ас ішіп болғаннан кейін сыртқа шықтық, орталыққа барып, сол ойын алаңына бардық. Ұлым горкада сырғанап жүр, қызым болса мына жерде качеляда отыр. Ста, құлайсыңдар аты.
далаға шығудың тағы бір мақсаты ол магазинге кіріп бірдеңе алу. Бірақ енді мына жерде попкорн ғана және де сладкая вата сатты. Одан кейін балалар попкорн алып жеді. Одан кейін жеп болғаннан кейін үйге қайттық. Екеуі отыр мінекей. Маракуя жеп көреді екеуі қазір, е? Енді шүт-шүт қант себеміз. Енді береміз, е? Кәл, жеп көр. Қан татты ол. Ала. Жеп көрсіңдерші? Мә. Екеуі де маракуя жеген жоқ. Одан кейін өзім жедім. Өзіме ұнайды, қышқыл дәмі болғандықтан. Так, ужинға бізде самса. Осындай дайын тесто. Қамыры. Мына жерде сәбіз, кішкене картошка, ет, пияз, бұрыш, тұз. Беттеріне қосып қойдым. Мінекей самсамыз дайын болды. Уже балалар жеп жатыр. Күшті ма? Татты болып па? Ас болсын. Болды, әсел көп. Ya. Çelek қайда, шелекке салмайсыңдар ма? Шелекке салмайсыңдар ма? Мінекей мына жерде далаға шықтық. Жаңбыр жауғаннан кейін құм дымқыл, балаларға ойнағанға жақсы. Енді декретте отырған аналардың көбісінің уақытысы осылай өтетін шығар деген ойдамын. Сіздің уақытыңыз қалай өтеді? Комментарий жазып астына жазып кетіңіз. Мінекей бүгінге осы влогтың соңына дейін көрген болсаңыз рахмет. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар.